Хабарымыз жалғастырамыз. Әділет департаментінің Қызылорда облысы бойынша құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі басқарманың қызметкерлерін қатыстыра отырып өткізген жиында негізінен тексеру субъектілері мен объектілерінің бірыңғай тізілімі жобасын жүзеге асыру шаралары талқыланды. Сыбайлас жемқорлыққа, көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл бүгін ертең толастамақ емес. Бірақ осы келеңсіздікке қарсы күрес бейберекет жүргізілмей, өзінің заңдылығы мен құқықтың сауаттылығымен жүзеге асуы керек. Осыған орай Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі мен Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі бұйрығы бекітілген болатын. Басты мақсаты осы тексеру субъектілері мен объектілерінің бірыңғай тізілімі жүйесінің апробациялау жөніндегі пилоттық жобаны жүзеге асыру болып табылады. Ол дегеніміз бұрынғы кезде тексерулерді қолма-қол барып, құқықтық статистика бөліміне барып тіркейтін болсақ, қазіргі кезде бәрі электрондық жүрде автоматтандырылған жүйеде жүргізіліп жатыр. Сол мәселе бойынша біз бүгінгі семинар өткізіп отырмыз. Осы қанатқақты жобаны түсіндіру, талқылау бағытын көздеген облыстық әділет департаменті ұйымдастырған шараға облыс бойынша аудандық, қалалық әділет басқармаларының басшылары, департаменттің бөлім басшылары, тексеру функциясын жүзеге асыру құқығына ие болған қызметкерлер қатысты. Тілеген Бекарыстанов, Айзада Маратқызы, Асылбек Құлпайстанов, Қызылорда қоғамдық теледидары.